Бүгін Семей қаласы Назарбаев зияткерлік мектебінде алғашқы қоңырау соғылды. Осы күнді асыға күткен оқушылар мектеп алаңына жиналып сап түзеді. Білім күніне арналған «Мәңгілік ел – қазақстандық патриотизм негізі» атты форумның салтанатты жиыны флешмобпен ашылды. Салтанатты жиынның жалғасы мектеп директоры Бағдан Тоқтамысұлының ұстаздар мен оқушыларды жаңа оқу жылымен құттықтап, оқу үздіктерін марапаттаумен жалғасты. Семей қаласының Назарбаев зияткерлік мектебінде биылғы жылы соғылған қоңырау үні мектептің ашылуына 5 жыл толуымен сәйкес келіп, алғашқы қоңырау соғу рәсімі 12-ші сынып оқу үздіктеріне тапсырылды. Форумның екінші бөлімі бағдарлама бойынша ұстаздар мен оқушылардың шаңырақтарға бөлініп, топтық жұмыстар жүргізуімен ерекшеленді. Биылғы жылы былтырғы жылмен салыстырғанда шаңырақтар саны 2-ге артып, балаларға жаңаны біліп тануға үлкен мүмкіндіктер пайда болды. Шаңырақ сағаттарында жасаған жұмыстардың нәтижесі жиын залында болашаққа деген үкілі үмітіміздің тіректері шаңырақ көшбасшыларының презентациялары арқылы қорытынды жасалды. Бүгінгі күннен Қазақстанның әрбір жас ұрпағы егемен еліміздің патриоты болуға дайын деген тұжырымдама жасалды.